Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, бір істегеннен керемет шығатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Сосын еріген сары майымызды немесе маргаринімізді құйып, оны да жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Соданың орнына қопсытқыш қолдансаңыздар да болады. Ұнымыздың бір бөлігін сұйық массамызға салып, миксерлейміз. Ұнымыздың екінші бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы керек, сонда піскенде де жұмсақ болады. Ал қатты болып қалса, қатты болып піседі. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пищевой пленкаға немесе салафанға салып, бір шетке бөлме температурасында қалдырамыз. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болып иленеді. Енді творогымызды дайындаймыз. Творогымызға қантымызды, жұмыртқамызды және де манная крупамызды салып, блендерлейміз. Міне творогымыз дайын. Творогымыз осылай сұйық болады. 26 сантиметрлік формамызға сары майымызды жағып шығып, ішіне қамырымызды осылай жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Міндетті түрде тесіп шығыңыздар, әйтпесе қамырларыңыз көтеріліп кетеді. Сосын творогымызды құямыз. Қамырымыздың шеттерін осылай вилкамен сәл түсіріп шығамыз. Сосын ішіне ягоды салып шығамыз. Мен қатырылған малина салып шықтым. Ягоды салмай-ақ пісіріп алуларыңызға да болады. 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Әр пештің градусы әртүрлі болғандықтан, пирогтарыңыздың шеттері қызарғанша пісіріп алсаңыздар да болады. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.